сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемдегі және Қазақстандағы жаңалықтарды алғашқылар қатарынан біле отырғыңыз келсе, арнадағы подписация және бір ғана лайк түймелерін баса отыруды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастадым. Диана Скатова октябрь айында Сұлтанға тұрмысқа шыққалы жатыр. Танымал қазақстандық тележүргізушісі Диана Скатова тұрмысқа шыққалы жатыр. Оның болашақ жары алматылық Сұлтан бенд тобының әншісі Сұлтан Нұрбеков Дианаға ұсыныс жасаған деп хабарлайды әлеуметтік желі қолданушысы. Диана Скатова көптен бірге жүрген жігітімен осы жылдың көктемінде ажырасып кеткен. Бірақ жігіті Сұлтан Нұрбеков емес. Оның теледидар мен медиа саласына ешқандай қатысы жоқ. Тағы бір адам болды. Көптеген келіспеушіліктердің кесірінен Диана мен оның жігіті екі жаққа кетті. Көп ұзамай қосылайық. Лиарета шоуының соңғы маусымында Диана Скатова мен Сұлтан бенд әзіл ретінде Инстаграм желісінде бір-біріне видео түсірген болатын. Диана ханым Сұлтанның туылған күнінде қартайып бара жатыр деп әзілдеді. Сұлтан әлі жаспын деп күліп жауап берді. Осылайдың соңғы маусым аяқталғаннан кейін Сұлтан мен Диана телешоуды тастап кетті және олардың басқа да жоспарлары бар. Көріп отырғанымызда бұл маусымға Сұлтан мен Диана қатысқан жоқ. Жақында желі қолданушылары Сұлтан мен Диана туралы қауесетті таратқан болатын. Оның айтуынша Диана Скатованың ұзату тойы қазан айында өтеді. Оған Сұлтан Нұрбеков сырға тағыпты деген ақпарат бар. Қазіргі күнде тойға қызу дайындық үстінде. Бұл туралы Диананың әкесі бірнеше рет айтқан болатын. Сұлтан Америкадан әлі оралған жоқ. Дереккөздердің айтуынша ол досымен бірге мәдени шараларға қатынасады. Әлеуметтік желілерде Сұлтан Диананың жаңа сүйіктісі екені жайлы хабар тараған. Олар 2020 жылы танысқан көрінеді. Бір сөзбен айтқанда, екі жұп жеке өмірлерін тастап, отбасын құру үшін бір жыл үзіліс жасады. Содан кейін екеуі қосылай жобасына оралады. Достар, Диана мен Сұлтанға бақыт тілейміз. Тойларыңыз құтты болсын. Бізді тамашалауда жалғастырыңыздар. Біз сіздерге ең жақсысын ұсынамыз. Сау саламатта болыңыздар.